Жәнібек Әлімханұлының беделіне нұқсан келтірмеңдер. Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясы әйгілі отандасымызда Милдони қабылдады деп айыптап отырған УАДАға ресми хат жолдап, ұйымнан айқын дәлелдер мен қорытындыны талап етті. Онда тесттің толық құжаты, нәтиженің жарияланған уақыт туралы хатты көрсетуді, тәуелсіз тексеру жүргізуді және би сынамасына қол жетімділікті қамтамасыз етуді сұраған. Еске салайын. Жақында УАДА ұйымы отандасымыздың қан құрамынан Милдони табылған хабарлаған. Осыдан соң көпшілік аса күткен Жәнібек Әлімханұлы мен кубалық Эрисландия Лара арасындағы жекпе-жек өтпейтін болды. Орта салмақтағы 3-1 белбеу үшін титулдық айқас 7 желтоқсан күні ақштың Техас штаты Сан-Антонио қаласында болуы тиіс еді. Дегенмен қазақ стайл допинг тесттен таза шыққаны сенімді. Боксшы қажет болса тағы да өзінің кінәстігін дәлелдеуге дайын екенін жеткізді. Атақты кәсіпқой боксшы, бұрынғы абсолютті әлем чемпионы Рой Джонс Жәнібек жайлы былай деді: "Мен білмеймін, мұны ешқашан нақты айта алмайсың. Қазіргі таңда допинг мәселесі мүлде басқаша. Олар өте көп адамды тексереді және бәрінің талдауын бірге жібереді. Кейде шынымен ештеңе анық көрінбейді. Сондықтан қазір егер Б үлгісін тапсырса, ол шындықты көрсетеді. Содан кейін бәрі дұрыс болады. Меніңше олар әдетте 2 үлгі алады. Егер адамның нәтижесі күмән тудырса, екіншісін тексереді. Сондықтан ол 2 талдау тапсырса және оның екінші үлгісі дұрыс болса, ол құтылады." Ал Жәнібек Әлімханұлының өзі өз әлеуметтік парақшасында: "Мен әрқашан таза спортты қолдаймын. Мұны жақсы білесіздер. Мен таза спортты насихаттап жүргенімді де білесіздер. Жаңалықты оқып таң қалып отырмын. ВАДА бірінші рет анализ алып бәрі таза деп еді. Мен витаминдеріме де, тамағыма да ешқандай өзгеріс енгізбедім. Екінші рет тестте неге мұндай болғанын түсінбей отырмын. Біз қайта анализ тапсыруға өтініш айттық. Жауабын күтіп отырмыз", деді Жәнібек Әлімханұлы. Жәнібек Әлімханұлының ағасы Берік Сұлтан өз әлеуметтік парақшасында: "Қазан аттың жолында жазық та бар, ор да бар. Азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар. Бұйырса бұл қиындықтан да өтеміз. Бұдан да қиын кезеңнен өткенбіз. Қазір тергеулер мен зерттеулер жүріп жатыр. Біз таза спортты қолдаймыз, сынбаймыз. Бәрі бұйырса анықталады. Еңсені түсірмейміз", деп жазды Берік Сұлтан. Ал Жәнібектің шығуы тиіс болған қарсыласы WBA нұсқасы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы кубалық боксшы Эрисландия Лара допинг дауына байланысты Жәнібек Әлімханұлын қатаң жазалауды талап етті. "Менің ойымша ол міндетті түрде жазалануы керек. Допинг тест оң нәтиже көрсетті. 32 жастағы боксшы 42 жастағы қарсыласымен айқас алдында тыйым салынған заттарды қолданған. Бұл үшін ол жауапқа тартылуы тиіс", деді Лара америкалық журналистерге берген сұхбатында. Лара тағы бір сұхбатында: "Менің бар назарым тек жекпе-жекте ғана. Қарсыласымның кім екені маңызды емес. Біз өте жақсы дайындалдық, көп тер төктік. Мен тек алға жылжимын. PBC маған 6 желтоқсанда осы картта өнер көрсетуге мүмкіндік бергеніне қуаныштымын. Ал Жәнібекке келсек, айтқанымдай, ол мұнда да аты аталуға лайықты емес. Сайып келгенде ол жай ғана бір ақымақ. Жекпе-жекке шыға алатыныма қуаныштымын және сол сәтті асыға күтіп жүрмін. Мен 3 белбеу үшін жекпе-жекке дайындалдым. Жаттығуда жанымды салып еңбек еттім. Бұл жекпе-жек бүкіл мансабымды өзгертуі мүмкін еді. Қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Ал ол бәрін құртты", деді Эрисландия Лара. Жәнібек Әлімханұлының қол жетпей жүрген 4-ші поясқа отандасымыз Мейірім Нұрсұлтанов таласатын болды. Яғни Карлос Адамес пен Мейірім Нұрсұлтанов кездесетін болды. WBC ұйымы алдағы жекпе-жектер туралы мәлімдеме жасады деп жазады The Ring порталы. Ақпаратқа сенсек, WBC белбеуінің қазіргі иегері доминикандық Карлос Адамес алдағы уақытта қазақстандық Мейірім Нұрсұлтановқа қарсы белбеуін қорғауға міндеттелді. Қазақстандық орта салмақтағы боксшы Жәнібек Әлімханұлы WBO және ABF чемпиондық титулдарынан айырылып қалуы мүмкін. Егер Әлімханұлы тыйым салынған зат Милдонидің оның ағзасынан кездейсоқ түскенін дәлелдейтін сенімді құжаттарды ұсынбаса, ол аталмыш титулдарынан айырылып қалуы қаупі бар екен. Естеріңізге салатын болсақ, бірнеше күн бұрын Әлімханұлының сынамасында Милдони анықталған болатын. Допинг тест нәтижесі оң шығып, 7 желтоқсанда ақшта өтетін әлем чемпионы Эрисландия Ларамен өтетін кездесуі кейінге шегерілген еді. Егер Әлімханұлы өзіне қарсы айыптарды жоққа шығара алмаса және де кінәлі деп танылса, ABF пен WBA ұйымдары тиісті шара қолдануға мәжбүр болады. Бұл оның біріктірілген чемпиондық титулдарына қауіп төндіруі әбден мүмкін. По-любому подстава деп ойлаймын мен. Қалай болса да біздің чемпионымызды
Жанибек Алимханұлы допинг табылды, там пробасына бірінші пробасы дұрыс шықты, бір екінші дұрыс емес деген нәрселердің бәрі подстава деп ойлаймын. Ол не себептер енді белгісіз. Ол қорыққаннан ба, пояс бергісі келмей жатқандарынан ма, или мынау Геннадий Головкин сол жоғары лауазымға отырғанына сол қазақстандықтар мыналар уже қарсы шығып жатыр ма, қазақстанның адамдары, сондай бірдеңе болуы мүмкін. Бірақ не болса да нақты білетінім, Жанибекке қазір біздің қолдауымыз керек. Әр қазақ халықтың қолдауы керек. Жыным келетін мына жастарға, әсіресе жас жігіттерге, қайдағы бір там болмайтын біреулерге, мына тиктокта, желдерде там рух файтинг дейді ма, қайдағы бір говновоз, там вибратор деген, там хрен-ата деген балдар бар, соларды өліп қолдап, мына нағыз чемпион, нағыз жігітті, нағыз спортсменді қолдау көрсетпей жатқандарына таңғалам, жыным келеді. Или милары жетпейді ма, или саналары жетпейді ма, сол түсінуге да. Қазір действительно Жанибек сондай жағдайда, оған біздің қолдауымыз керек. Өз жеке басымнан айтайын, Жанибек бауырым, сен біз үшін әрқашанда чемпионсың. Любой жағдай, любой раскладта сен біз үшін нағыз чемпионсың. Бүкіл әлемге дәлелдеп бердің сен, көрсетіп бердің қазақский стиль. И бокс жағынан да қазақ стильді, и қазақ жігіттің мінезін де көрсетіп бердің. Нағыз тәрбие көрген, салмақты, қарапайым, бір арзан, сасық бір хайптарды қумайтын нағыз қазақ жігіттің мінезін сен уже көрсетіп бердің бүкіл әлемге. Сен мынау Шавкат Рахманов екеуің мысалы үшін действительно мына жастарға үлгі болатын жігітсіңдер, үлгі болатын спортсменсіңдер. Өздерің дұрыстап, нағыз қазақ тәрбие көрген жігіттердің мінездерін көрсетіп жүрсіңдер сендер. Үлкен сол үшін сендерге, әсіресе саған Жанибек, үлкен рахмет. Бір тамшы сомнение сенде жоқ. Сен тазасың, сен чемпионсың. Ешкім айтып жатырмын, бір күмән жоқ, ешкім сомневаться етіп жатқан жоқ. Бұл күндерде өтеді, Құдай қаласа. Жақсы күндер әлі алда, бәрі дұрыс болады. Әлі пачкілеп әкелесің сол чемпиондық поястар Қазақстанға, Құдай қаласа. Біз сені әрқашанда қолдаймыз, әрқашанда жақтаймыз. Мықты бол, Жанибек, әлі бәрі дұрыс болады. Біз сенімен біргеміз. Аман бол, бауырым. Жанибек Әлімханұлы Техаста бокс болады деп жаңағыдай 2 күн бұрын бір постап едім. Содан кісілер сұрап жатыр ғой, енді допингпен ұсталып жатыр, шықпайтын болыпты, анау мынау деп. Оған енді біздің ана спорт министрліктері де жауап беріпті ғой. Яғни ресми ақпарат шыққан жоқ, әлі еш нәрсе белгісіз деген сияқты. Не бар, 2 күн қалды, мүмкін бүгін бір жақсы жаңалық болатын шығар. Дегенмен алдағы уақытта енді толықтай чемпион болып, 3 белбеуді алып жатса, кімнің тақаясына тар келіп жатыр. Ал тар келетіндер әрине өстіп аяқтан шалады, әйтеуір бір көңіл күйді бұзуға тырысады деген сияқты. Дегенмен ушу тез шығады, тез хайп болады. Алайда жаңағыдай бұған дейін міне шығайын деп жатыр деп біздің телеарналарда көрсетіп, Инстаграм пабликтер неге үнсіз болды деймін да. Осы орайда журналистер неге бұны көп айтпады, мысалы үшін реклама жасады деген сияқты. Бұның бәрі ақша, бұның бәрі бюджет қой. Бұның барлығы елдің статусы деген сияқты. Сондықтан бұл жерде бір гәп бары анық. Жанибек Алимханұлы провалил допинг-тест. Разочарование. Ведь уже на этих выходных он должен был объединить титулы с кубинским чемпионом Эрисланди Ларой. Вы знаете, что я всегда резко отзываюсь о бойцах, которые принимают допинг. Но здесь как будто бы что-то не клеится, потому что Жанибек это спортсмен, который на данный момент находится в пике, в то время как Эрисланди Ларе 42 года уже. Плюс и стилистически, казахстанский боец должен выигрывать этот бой, как мне кажется. Да и на кону, в общем-то, стоит многое, потому что еще один титул, да, который у Карлоса Адамиса находится, его тоже можно было забрать, и тогда на горизонте замаячил бы поединок против Терренса Кроуфорда. Да, этот бой согласился бы наверняка организовать Турки Аля Шейх. И поэтому как будто бы ситуация выглядит так, что Жанибек принял допинг тогда, когда вот это максимально не нужно было, да, делать. Нелогично, так скажем, но он и так должен был проходить это Валару, да, и так должен был улучшать позиции. Ну вот, случилось то, что случилось. Именно вторая проба показала положительный результат. Первая была чиста, вторая показала допинг. К чему я, собственно, веду? Как-то все это выглядит странно. Нужно дождаться повторного тестирования, да, и если оно подтвердится, то, наверное, будет проведено какое-то расследование, и наверняка Жанибека Алимханұлы оправдают, такое случается, ну или дисквалифицируют задним числом на какой-то небольшой срок. Ну, допустим, полгода будет идти разбирательство, на год дисквалифицируют, полгода уже отбыл, останется еще полгода, и снова можно выходить в ринг. Все это, конечно, здорово и интересно, но пиковый спортсмен теряет годы, свои пиковые годы и большую возможность объединить титулы, и теперь неизвестно, когда он сможет это сделать. Может быть, к этому времени у Лары сделают объединение против Адамиса, да, и в таком случае Жанибеку придется подраться с победителем, но Жанибек владеет 2 титулами,
И, к большому сожалению, один из титулов, скорее всего, у него заберут, а может даже и два, пока он отбывает наказание, разбирается со всеми этими проблемами и прочее. Хочется сказать, что лично я не верю в то, что Алимхануллы осознанно принимал допинг. Уж извините, ситуация так не выглядит, поэтому спортсмену пожелаем всего хорошего. Надеюсь, он совсем разберется и в дальнейшем еще покажет нам красивый бокс. Ну а вы не забывайте заглядывать в мою телегу. Увидимся. Эрисландияларға Жәнібек Әлімханұлы жазалануы керек деп хабарлап жатыр. Енді өте қиын болайын деп тұр ғой. Негізі бұл егерде организациялардың келісіп, промоутерлардың келісіп, бойды сату мақсатында істелініп отырған нәрсе болса екен деп отырмын. Егерде сондай жағдай болса, онда үлкен бір грандиозный бір бой ұйымдастырылуы мүмкін көктемге қарай. Бірақ енді осы жолы екінші рет өткен кезде жаңағы тесттен тағы да вада шығып тағы белдіктерін тартып алатын болса, онда болды, карьерасы тоқтайды ғой Жәнібек Әлімханұлының. Жәнібек Әлімханұлын менің ойымша 3 вариант бар. Біріншісі, ұйымдастырып жатқан телеканалдарға, промоутерлік компанияларға Жәнібек Әлімханұлының бойы өте тиімсіз, ақша таба алмайды, өте тиімсіз. Екінші варианты, бұл бойды осындай немен раскрутка жасап, осындай чулатып, раскрутка жасап, келесі сезонға ұйымдастыру мақсатында әдейі жасалынып жатыр. Келісіп, бұны Жәнібек Әлімханұлы білмеуі мүмкін, бірақ оның жоғары жақтағы промоутерлері осыны келісіп әдейі осылай істеп жатуы мүмкін. Чтобы Жәнібек Әлімханұлы шынымен де агрессия, мен ондай болған жоқ деп нетіп айтып, нетеді ғой, шынайы ол, шын екен деп ойлайды. Үшіншісі, өзінің командасында жақын жүрген біреулер сатып кетті. Осындай 3 вариант, осының үшеуі. Жәнібек Әлімханұлы допингпен ұсталды дегенде естіген Қазақстан туризм спорт министрі, вице-министрі мәлімдеме жасады ағайын. Олар айтады, біз Жәнібектің ондай адам емес екеніне сенеміз, ол допинг қолданған жоқ, және де біз оған барынша көмектесеміз, керек болса, жаңа допингпен тексеретін ұйымның басқа ұйымдарды алып келіп, мықты сондай ұйымдарды әкеліп тексертеміз деп жатыр. Әлі 100% шешілген жоқ, бойды болмайды деген кесіп айтылған жоқ. Біз қолдан келгенше көмектесеміз деп жатыр. Міне азамат, бірі батыр деген қазақтың ұрпақтары осылай болу керек. Әрқашан бір-бірімізді қолдайық. Барынша Жәнібекке қолдау білдірейік жігіттер. Ешқашан осыдан мұңайып қалмасын, алға баса берсін. Бірақ өте қауіпті сияқты, өте қауіпті. Егерде сол жағдай ресми анықталатын болса, егерде, онда ол алдындағы белбеулерінен де айырылып қалуы мүмкін, сондай қауіп төніп тұр. Сол себепті дұғада болайық, баршамыз Жәнібекке қолдау білдірейік ағайын. Жәнібек Әлімханұлының командасы жанкүйерлерге былайша жазба қалдырды. Қолдауларыңызға рахмет, шын жанкүйерлер. Бұйырса бұл да артта қалады. Бұрын салмақ жасай алмай қалғанда да біраз адам күмәнданған. Кейін олар да жанкүйер болып кетті. Ол қиындық та артта қалды. Бұл допинг дауы да шешіледі. Біздің команда ең мықты команда. Біз әлі әлемге талай қазақша сөйлейміз. Біз әлі талай жастарға құмар ойнама деп айтамыз. Біз әлі талай туды желбіретеміз. Біздің мақсат айқын. Ол мақсаттан бізді ешқандай қиындық тайдыра алмайды. Сынап жатқандарға мән бермеңіздер. Олар бұрыннан бар. 4 титул алғанда да бола береді. Біз тек алға жүреміз, амандықта жүздесейік, деді Қазақстайл командасы.